27 dedi. Toyota Yaris. ...2007 объемы 1.3 Germaniyadan telefon номерлері, коробка механика. Есі жоқ екен, ішкі салонда тап берейін десем. Басы $5,500 деп отады. Жандағы адамдар $5,500 деп отады. Honda Jazz қызыл түсті. Қағазына қайрылсақ, 2003 объемы 1.4, телефон номерлері шамалдан кішіне жылып кетіп отыр. 556 55 55 54. Арқаңқы жағынан көрініші. Мынандай акуле плавниктері бар екен, қойылған жақсынақа көрсетеді. Ішкі салоны бұл. Басы 290.000 кеми бар деп отады. Hyundai Getz рестайлинг. 2005 объемы 1.4, коробка механика, басы 250.000 сом, телефон номерлері есін. Арқаңқы жағынан көрініші. Пробегі қанша болып қалды екен? Пробегі 167.951 тақ айтқанымызда. Бұл қапталына толығырақ көрсетіп қойайын. Тағы бір Honda Jazz күміш түстегі. 2002 объемы 1.4, телефон номерлері. Басы 300.000 сом кеми бар деп отады. Есі. Honda Jazz дағы бір. Açık көк түсті. 2008 объемы 1.4, коробка жылып кетті шамалға. Мұнда көрсет қойырайлы. Коробка автомат, телефон номерлері есін. Шамалға ұшып кетіп отады қағазы. Ішкі салонын көрсетейін. Алдыңғы айнектері электростеклоподъемникте, мультируль, кондиционер. Машина жүріп тұрған мезгілі приборный панельде жанып тұрған өзіңіздер көріп отырсыздар. Пробегі 183.611 километр. Кондиционер іштейткен. Басы $6,000 деңгер ме? $6,000. Honda Fit 2003 объемы 1.3, телефон номерлері есін. Басы 280.000 сом айтылыш басы. Toyota East қапталынан көрініші. 2003 объемы 1.5, телефон номерлері есін. Басы 280.000 сом айтылыш басы. Hyundai Getz жолып тұрып отады. 2004 объемы 1.4, телефон номерлері. Арқаңқы жағында көрсетіп қойайын. Пробегі қанша болып қалды? 126.000 дейт. Пробегі 4 айнектен электростеклоподъемникте корректировкалары да бар екен. Сиденьяларының көрініші. Басы 200 қанша? 260.000 сом. Коробка механика 5 ступкада. Honda Jazz
Балондорун байкасаңыздар, аябай жакшынакай экен. Дискалары туп-тунук болуп көрүнүп турат. Баллон зимний липучкада 4 тең. 2008, объему 1.4, коробка автомат, телефон номерлери. Арканкы жагынан көрүнүшү. Размери 195-ке 60, 15 экен. Машина бийигирээк көрүнөт. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемниктерде, эшиктерин бул мультируль, электронный климат-контроль, AUX выходы бар. Басы 450 миң кеми бар, а? 470 миң кеми бар экен. Пробеги канча болуп калды экен? 200 миң километр пробег. Hyundai Getz. Түстү. 2004, объему 1.4, басы да жазылып турат. 240 миң сомдук коробка, механика, 5 ступкада. Toyota Caldina. ...2003, объемы 2, басы 270 миң сом. Honda Fit. Бул машина азыр эсине сурап көрдүм эле, сатылып кете турган, уже эси бар экен. Honda Fit. Кагаз жок экен, эси өзү эле озеке айтып бере берем дейт. Ага чейин сырткы көрүнүшүн тартып берейин. Эм жылы канча? Жылы 2004. 2004, объемы 1.3. Басы канча болуп атат? Басы 300 миң. Басы 300 миң. Пробеги 176 миң километр деп турат, 215 тагыр айтканда. Hyundai Getz рестайлинг. Эки миң алты, объемы 1.4, коробка механика, телефон номерлери. Басы 260, а? 260 миң сом деп атат эси. Honda Fit. Мындай спортивный спойлерлер коюлган экен. Летодистери мындай бронзовый түстө. 2003, объему 1.5, телефон номерлери эсин. Ички салону тунук эле жакшы. Так, азыр арка жагынан тартып берейин. Басы 320 миң сом деп атат, айтылыш басы. Toyota Urban Cruiser, bunday машина базарда ишенелүү айтамын, бир эле машина азырынча. Серек кездечү машиналар. Швециядан келиптир. Аркасында партроник датчиктери бар экен. Toyota Urban Cruiser. Оптикалар ушундай. Эси жок экен, кагазындагы маалымат боюнча эле сиздерге билдирип кете берейин. Так, 2009, объему 1.4, расход 5-6 литр 100 километринде. Японская сборка, старт-стоп, подогрев сидений, велюр, AUX MP3, климат-контроль, СРС, подушки безопасности и много другое. Сервисная книжкасы бар экен. Свежепригнанный, растаможен, оформлен.
Telefon номерлері жана baасы 520 000 сом деп жазылып тұрады.